Қарағанды қаласында жолдарды жөндеу, әлеуметтік нысандарды жабдықтау, кәсіпкерлікті қолдау, аумақты көгалдандыру, инфрақұрылым жүйелерін жүргізу және тағы басқа да жұмыстарға қосымша облыс қазынасынан қаржы алу жоспарланған. Қоғамдық кеңес отырысында шаһар бюджетін нақтылау параметрлер талқыланды. Биылғы қала бюджеті 108,5 миллиард теңгеден астам соманы құрады. Оның 50% даму бюджеті, қалғаны ағымдағы шығындардың көлемі. Онда қаладағы жолдарды орташа және күрделі жөндеу, әлеуметтік нысандарды жабдықтау, спорт және мәдениет үйірмелерін жан басына қаржыландыру, кәсіпкерлікті қолдау, қала аумағын көгаландыру, инфрақұрылым жүйелерін жүргізу, құрылысты дамыту сынды маңызды салаларға қаржы бағытталған. Сондай-ақ облыстық бюджеттен трансферттерді ұлғайту 1,12 миллиардтан астам теңгеге жоспарланған. Отырыс барысында ең көп талқыланғаны жол мәселесі болды. Биыл орташа жөндеуге 800 миллион жұмсалмақ. Қоғамдық кеңес мүшелері не себепті көше жолдары бұзылып, жарылған жерлерді бітеу жұмыстары жылда жүргізілетін сұрады. Оған бөлінетін қаржы да аз емес. Жауапты маман бұл қалыпты жағдай екенін түсіндірді. Бұл жерде ағымдағы жұмыс, ол жыл сайынғы жыл бойы жасалатын жұмыс болып саналады. Мысалы, қазіргі жаңағы ямыштың жаңағы пешнеларды құю жұмыстарының бәрі, ол кепілдіктен жаңағы кепілдік уақыт мерзімі біткен жолдарда істелмек. Мысалы, республика деген жаңағы Бұғажы ауданы, бұл жерде ол жұмыстар жыл сайын содержание сияқты жыл сайын мысалы өзіңізде жұмыстар болса, оны жыл сайын істейтін жұмыстар болып саналады. Бұл жерде ол уақыт өткен сайын бұл жерде біз капитальный ремонт жасамаймыз, түбінен бастап. Сондықтан жаңағы трещиналар пайда болады. Оны жыл сайын жамау отыру. Сондықтан ол текущий затраты бұл жерден біз ешқайда кетпейміз. Бұл халықаралық практика, сондықтан мен жауабым осылай. Жиын соңында қоғамдық кеңес мүшелері қала әкімдігіне бюджетті сапалы жоспарлауды қамтамасыз ету, бақылауды және оның орындалуына жауапкершілікті күшейту бойынша бағдарламалық шара қабылдауды ұсынды. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы.